Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабағымызға қош келдіңіздер. Сабағымызды бастамастан бұрын каналымызға тіркеліп, лайк басып, сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне жаза отырыңыздар. Міндетті түрде жауап қайтаратын боламыз. Бүгінгі сабақ сіздермен 52-ші сабақ табиғат құбылыстары бөлімі көлеңкелер еліндегі оқиға. Сабағымызды бастайық. Ойыңмен бөліс. Сурет бойынша өз ойыңнан ертегілік оқиға құрап, әңгімеле. Кейіпкерлерге ат ойлап тап. Ертеде бір бай болыпты. Ол өз үйінің алдында демалып жатқан шаруаны көріп, қатты ашуланыпты. Ол шаруаны қуып жібермек болғанда, шаруа оған оның үйінің қасында қалу үшін ақша ұсыныпты. Бай қуана келісе кетті. Содан кейін шаруа үнемі шықпай сол жерде жатып демалатын болыпты. Оған ашуланған бай басқа жаққа қоныс аударыпты. Мінекей балалар, осы сурет бойынша біз өзіміз осылай ертегі құрастыра алады екенбіз. Түсініп оқы. Сатылған көлеңке. Ұйғыр халқының ертегісі. Баяғыда бір бай болыпты. Оның үйі үлкен жолдың бойында, үлкен тұт ағаштың қасында екен. Жазды күні үй іші қапырық, ыстық болғанда, бай сол ағаштың көлеңкесіне төсек салып жатады екен. Бірде үлкен жолмен өтіп бара жатқан шаруа сол тұт ағаштың көлеңкесінде демалуға отырып ұйықтап кетіпті. Ой, сен кімсің? Саған бұл жерде ұйықтауға кім рұқсат берді? Тез кет, деп бай айғай салады. Мен неге кетуім керек? Деп сұрайды шаруа. Ағаш менікі, оның көлеңкесі де менікі. Олай болса, сол көлеңкені маған сат. Ақша туралы әңгімені естігенде байдың көзі шоқтай жанып, жақсы, ақшаңды әкел де көлеңкені ала ғой, деп бірден келісе кетеді. Шаруа көлеңкені сатып алады. Енді тұт ағашының аумақтары көлеңкесі шаруаныкі болады. Ол сол көлеңке жатып демалады. Көлеңке байдың ауласына түскенде шаруа сол жаққа барып жатады. Көлеңке байдың қонақ бөлмесіне, ас үйіне түсетін болса, шаруа сол жерге барып жатып жүрді. Өзінің ағаттық жасағанын түсінген бай ештеңе жасай алмайтынын білді. Мен көлеңкені сатып алдым. Ол енді байдікі емес. Сондықтан достарымды шақырып, рахаттанып, неге көрмеске, деп ойлайды шаруа. Бір күні байдың үйінде қонақтар отырған кезде, шаруа да өзінің достарымен келіп қалады. Олар келген кезде байдың қонақтары тұт ағашының көлеңкесінде отыр екен. Шаруа байдың қонақтарынан орынды босатуды сұрайды. Таңданған қонақтар бұның себебін сұрайды. Не айтарын білмеген бай тілін тістеп үн шығармайды. Ал шаруа болса, маңғаздана, бұл мына достарыңыздың сатып алған көлеңкем ғой. Сондықтан кез келген уақытта осы көлеңкенің астында демалуыма болады, дейді. Байдың қонақтары оған ұзақ күледі. Ал көшедегі балалар, сараңбай, көлеңке сатқан сараңбай, деп мазақ қылады. Мұндай масқаралыққа шыдай алмаған бай қалаға көшіп кетеді. Тапқыр шаруа тұт ағашының көлеңкесіне ғана емес, байдың үйіне де ие болады. Ал енді балалар, осы мәтінде берілген сөздіктерге назар аударсақ, ағаттық деген сөз ол қателік деген мағынаны береді екен. Ал мұралық деген сөз иелік ету, иемдену деген мағынаны береді екен. Енді салыстырайық. Ертегі мазмұнын өзінің құраған ертегімен салыстыр. Қандай? Балалар, екі ертегіде де әңгіме осы көлеңке жайында болды, және де ол көлеңкені жаңағы сату жайында болды. Мінекей, екі ертегінің де мағынасы бір болды. Енді осы ертегіде
біз құраған ертегіде, яғни кітапта былай дейді: сен құраған ертегіде көлеңкені сату ойыңда болды ма дейді. Жоқ, біз құрастырған ертегіде көлеңкені сату тіпті ойымызда болған жоқ, иә. Сахна рөлге бөліп оқы, кейіпкерлердің диалогын рөлге бөліп оқыңдар. Пікіріңді айт. Саған ертегінің осылай аяқталғаны ұнады ма? Балалар, мына жерде біз сіздерге 2 жауап жазып қойдық. Яғни ұнаған болса осылай жазасыздар, ұнамады десе дәл осылай жазасыздар, иә. Маған ертегінің осылай аяқталғаны ұнамады. Себебі байдың ақымақтығынан бұрыннан тұрып жатқан үйінен айырылғанын қаламар едім. Не дегенмен ол жерде байдың туған туысы, дос-жараны мекен етуі мүмкін. Ол бір шаруаның кесірінен өзіне қымбат жерден, қымбат жандардан алыстауға мәжбүр болды. Ал егер сіздерге ұнаған болса, маған ертегінің осылай аяқталғаны ұнады. Себебі сараңдықтың жақсылыққа алып келмейтіндігін ұқтырады, ақшаға құнықпауға үйретеді. Анықта. Мұғалімнің көмегімен кестедегі жоспарлардың ретін анықта, шығарманың құрылымын түсіндір. Оқиғаның басталуы тот ағашының көлеңкесіндегі кездесумен басталады, иә? Ал оқиғаның дамуы көлеңке үшін дауласу болады. Оқиғаның шиеленісуі көлеңке саудасы, ал шарықтау шегі қонақтардың келуі, оқиғаның аяқталуы, шешімі ол сараң байдың көшіп кетуімен аяқталады. Біліміңді қолдан. Қазіргі кезде нені сатуға болады? Күннің жылуын, көлеңкені, күннің жарығын, желді, жаңа ойды, идеяны. Иә, балалар, қазіргі уақытта бізде осы жаңа ойды, идеяны сату үлкен мүмкіндік. Қорытындыла. Сараң бай осыдан кейін қандай қорытынды шығаруы мүмкін? Осыдан кейін сараң бай ақшаға құнықпау керектігін, сараң болудың жақсылыққа әкеп соқпайтындығын көз жеткізіп, жақсылық жасау керек деген қорытынды шығаруы мүмкін. Үй тапсырмасы. Вен диаграммасы арқылы шаруа мен байды салыстыр. Бұл жерде бізде балалар бай және де шаруа деп диаграмма сызамыз, иә. Енді біз байдың қандай жаңағы мінезі бар екен, соны табатын боламыз. Бай бізде сараң, тәкаппар, ақымақ, аңқау болды, иә. Ал шаруа болатын болса, тапқыр, ақылды, мейірімді болған, иә. Осымен балалар, біздің сіздермен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.